Сәлем достар, бүгін барлығы сүйіп жейтін, өте керемет дәмді болып шығатын фунчуза салатын дайындаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен етімізді осылай жұқа соломка етіп турап аламыз. Содан соң тапамызды қыздырып, май құйып, етімізді жақсылап қуырып пісіріп алатын боламыз. Үстіне осындай кристаллик тұзын себетін боламын. Кішкене дәміне қарай. Содан соң осылай араластырып, етімізді орташа отта піскенше қуырып алатын боламыз. Етіміз дайын болғанша барлық көкөністерімізді ұзынша етіп турап дайындап аламыз. Бірінші осылай домалақ етіп тураймыз қиярды. Сонан соң ұзынша етіп барлығын турап шығамыз. Помидорымызды ұзын етіп турап аламыз. Мінекей барлығын турап алдым. Келесі кезекте бізде сәбіз бен чесногымыз бар. Осыларды да барлығын турап аламыз. Сәбізімізді терканың майдасынан өткізіп аламыз. Егерде терка болмаса, қолмен де майдалап турап алсаңыздар болады, жақсылап. Чесногымызды да осындай арнайы өткізгіштен өткізіп аламыз, майдалап. Бұндай өткізгіш болмаған жағдайда майдалап қолмен турап аламыз. Енді фунчузамыздың қамырына ыстық су құйып 5 минутқа қойып қоямыз. Енді біздің етіміз пісіп дайын, шамамен 30 минуттай қуырылды. Осыған кішкене соевый соус құйып, тағы да бір 5 минуттай қуырып алатын боламыз. Менде фунчузаның қамыры шамамен 7 минуттай тұрды. Енді соны салқын суға жақсылап шайып жуып алатын боламыз. Енді ыдысымызға барлығын салып, салатымызды араластырып дайындаймыз. Жаңағы қуырылған етімізді саламыз. Үстіне сұйық май құямыз. Және де 1 шай қасық уксус құямыз. Дәміне қарай қара бұрыш, кориандр, кинза және де қызыл бұрыш қосамыз. Барлығын қосып болып, таза қолымызбен араластырамыз. Осымен салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.